Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз қаймақты соус жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші осылай саңырауқұлағымызды алып, тазалап аламыз. Жуып жүрмеңіздер. Дәл видеодағыдай сырты ашылады. Дәл осылай тазалап алыңыздар. Саңырауқұлағымызды тазалап болғаннан кейін тауық етін турап қызып тұрған майымызға салып шығырамыз. Жығылып жатқан кезде саңырауқұлағымызды турап аламыз. Саңырауқұлағымызды екіге бөліп, дәл осылай турап алып дайындап қоямыз. Ендігі тауығымызды шыжғырып, оттың астын баспай дәл осылай шығыруымыз қажет. Тауығымыз қызару керек. Ендігі бір жуамызды, пиязымызды қосып, ұсақтап турап, онда шыжғырамыз. Өсіп қызарған уақытта тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Кішкене шыжғырып болғаннан кейін қызару керек тауығымыз еті. Шығырып болғаннан кейін біз осы тауық етін бөлек ыдысымызға салып аламыз. Дәл осы ыдысқа майымыз азайып қалса, майымызды құйып, кішкене ендігі саңырауқұлақтарымызды саламыз. Шығырып аламыз. Бұнда осылай шайқап, және бетін жауып қоямыз. Саңырауқұлағымызды осылай шыжғырып, пісіріп аламыз. Өзінің суы шығады. Осылай шыжғырып пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз. Тұзын қосып, араластырып, өстіп қызару керек. Одан кейін тауық етін салып, үстіне 200 грамм қаймақ саламыз. Міндетті түрде 20-25% болуы қажет қаймақ. Ендігі 70-100 граммдай суды құямыз қаймағымыздың үстіне. Кішкене біздің соусымыз қойы болып тұр, сондықтан кішкене сұйылту үшін. Бізді кішкене қайнатып, 15-20 минутта отты қайнатамыз. Астын басып қоямыз отымыздың. Мінекей біздің соусымыз дайын. Спагеттимен ұсынсаңыздар, өте керемет болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.